Сәлем, көлеміндегі сандар қосу және азайту. Бірінші тапсырма, бос орындарға тиісті сандарды жаз. 200 дегенде 200-дік. Так, 900 дегенде 900-дік. 400 килограмм дегенде, ал 1 килограмм 1 центнерде 100 килограмм болатын болса, ал 400 килограммда 4 центнер бар. 700 килограммда 7 центнер бар. 100 килограммда 1 центнер бар, ал 1000 килограммда 10 центнер бар. Келесі. Үлгіде көрсетілгенде шығар. 200 қосу 100 тең 200-ді қосылған 100-дік. 1000 азайтылған 100, 10 жүздік азайтылған 100-дік деп осы келесі бағанды шығаруымыз қажет. Сонда бізде 400-дік қосамын 5 ж деп қойын. 100-дік деген сөз 100 деп жазасыздар. Так, 8 ж азайтамын 200-дік. 10 жүздік азайтамын 8 жүздік. Тең 7 жүздік азайтамын 2 жүздік. Разряд бұл сандардағы жазуды цифрдің орны. Жүздіктер 3, ондықтар 0, бірліктер 0. Демек бұл 300 деген сөз. 305 деген сөз. 345 деген сөз. Келесі. Салыстыру. 742 және 427. 742 үлкен. 504, 405. 504 үлкен. 331 үлкен. 410 үлкен. 1000 үлкен. 297 үлкен. 1000 үлкен. 650 үлкен. Сен үш таңбалы сандарды тауып, санды табиғатқа нелер жататынын біл. Сандарды өз суретімен жаз, әр санның разрядын ата дейді. Үш таңбалы сандар табуымыз қажет. Үш таңбалы сандар бұл жерде 418, 330, 101, 339 және 362. Үш таңбалы сан деп отырамыз, үш саннан тұрады. Енді 418 разрядтарын ата дейді. Бұл 400-дік ж деп қояйын. 1 ондық қосылған 8 бірлік. Келесі 330. 330 тең 3 жүздік. 3 ондық қосылған 0 бірлік. Келесі 339. 3 жүздік. 3 ондық 9 бірлік. Келесі 101. 1 жүздік 0 ондық қосылған 1 бірлік. Келесі 362. 3 жүздік 6 ондық 2 бірлік. Келесі тапсырма. Әрбір жағдайда x саны қандай мәнге ие болуы мүмкін дейді. Так, x бізде 12-ден үлкен, яғни бізде 12-ден үлкен сандар. 12-ден үлкен сандар, міне 12 тұр. 12-ден үлкен сандар қандай сандар? 13 және 14. Бізде x-іміз 13-ке тең болуы мүмкін, немесе 14-ке тең болуы мүмкін деген сөз. Келесі, x 12-ден кіші сандар. Яғни 12 мына жерде тұр, 12-ден кіші сандар. Бұлар бізде x-іміз 0-ге тең болуы мүмкін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни мына жақтағы сандар деген сөз. Бұлай стрелканы алып қарағанда, мына бұрышы қараңыздар. 12-ден бұлай тұр, мына жаққа қарай тұр. Демек 12-ден кейінгі сандар. Ал егер стрелканы бұлай қоятын болсақ, 12-ден алдында тұрған сандар деген сөз. Келесі, x-тің мәнін анықтау үшін сәулесін қолданған ыңғайлы, сәулесіз тиісті санды дөңгелекте дейді. 30-ымыз міне дөңгелектен тұр. 30 стрелканы бұлай сызсақ, 30-дың алдында тұрған сандар 0, 10, 20. Ал x-ті стрелканы бұлай сызсақ, 40-тан кейін тұрған сандар. 40-тан кейін қандай сандар тұр бізде? 50, 60, 70, 80, 90, 100. Яғни мына жерде 30-ға тиесілі бізде 10, 20 болады. Ал мына жерде 40-қа тиесілі бізде 50, 60, 70, 80, 90, 100. Келесі сандар жиынын 345-тен артық және 345-тен кем болатын 5 санды ата дейді. 345 мына жерде тұр. 345-тен артық бұл бізде 345-тен кем болу керек біріншісі. 345-тен кем сандар бізде нешеуін ата дейді? 5-еуін ата дейді. Қандай сандар? Мысалы 340 болуы мүмкін. 300-дің өзі болуы мүмкін. 200 болуы мүмкін. 150 болуы мүмкін. Және 100 болуы мүмкін. Келесі 345-тен үлкен сан. Мысалы 400, 500, 600, 700, 800. Келесі сан сәулесінде
сызып 1 сантиметрден бөліктерге бөл. Онда 1 сантиметр 100 бірлікті білдіреді. Сан сәулесіне 250 сан белгіле. 250 міне тұр. Шешімдер жинақ кез келген 10 санды жаз. 250-ден үлкен. 250-ден үлкен сандар бізде қандай сандар болуы мүмкін? 250-ден кіші сандар. Бұл бізде 200, және 190, 180, 170, 160, 150, нешеу жаздық? 6-ын жаздық ба? 140, жетеу, 130, 8, 100, 9, 50 дей қояйық. 10 сан бар. Келесі 250-ден үлкен сандар бұл бізде 5-ен жазатын болсақ, 10 жазатын болсақ 300-ді жазсақ болады, 400, 500, 600, 700, 5-ен жаздық па? 750-ді жазсақ болады, мұнда 800 жазсақ болады, 850-ді жазсақ болады, 900-ді жазсақ болады, 1000-ды жазсақ болады екен. Келесі баған түрінде есептеп дұрыстығын анықта дейді. 34 қосылған 23. 4-ке 3 қосам 7, 3-ке 2 қосам 5. Келесі 78 азайтам 76. 8-ден 6 азайтам 2, 7-ден 7 азайтам 0. Келесі 72 азайтамын 57. Қарыз береміз. 12, 12-ден 7 азайтсақ 5. Қарыз бергенде 6 қалды. 6-дан 5 азайтсақ 1. Келесі 100 азайту 45. 10-дан 5 азайтам 5. 9-дан 4 азайтам 5. 9-дан 4 азайтам 5. Келесі 25 қосылған 18. 2-ін қосам 13 бір ойда, 3 ойдағымен 4, 43. 74 қосылған 18. 12 бір ойда, 8 ойдағымен 9. Келесі 78 қосылған 22. 8 қосылған 22. 10 бір ойда, 9 ойдағымен 10. Келесі 12 қосылған 61. 2-ке 1 қосам 3, 6-ға 1 қосам 7. 62 азайтылған 38. 12-ден 8 азайтам 4, 5-ден 3 азайтам 2. 88 азайтылған 67. 1, 8-ден 2, 6-ден азайтам 2, 21. Келесі тапсырма. Биылғы оқу жылында күн райының қолайсыздығына байланысты алма ағашының әрқайсынан 4 килограммнан 5 жәшік. 4 килограмм 5 жәшік жиналды. Ал былтыр 9 жәшік, осындай 9 жәшік, яғни 4 килограммнан 9 жәшік жиналды. Биыл неше килограмм кем жиналды? Мына өткен жылы болатын болса, 4 килограммнан 5 жәшік болатын болса, бізде 4-ті 5-ке көбейтемін, 20 болады. Ал мына жерде 4 килограммнан 9 жәшік болатын болса, 4-ті көбейтемін 9-ға, 36 болады. Енді 36-дан 20-ны азайтам, 16. 16 жәшік кем жиналды деген сөз. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанатын болса, 4-6-9 цифрларынан қанша екі таңбалы сан құрастыруға болады дейді. Осы сандарды жаз дейді. Біріншісі 46 қайталанатын болса дейді. Одан кейін 44, 49, одан кейін керісінше 6-дан бастасақ 64, 66, 69. Келесі 99, 94, 96. Нешеу? 2, 4, 6, 8, 9. 9-ны жасауға болады екен. Егер цифрлар жазуда цифрлар қайталанбайтын болса дейді. Мысалы 46, 49, 64, 69, 94, 96. Нешеу шықты? 6 шықты. 6-ын жазуға болады екен. 6, 9. Келесі егер цифрлар жазуда цифрлар қайталанбайтын болса дейді. 3 таңбалы сан. Біріншісі 469, екіншісі 496, келесі 649, 696, 946, 964. Нешеу шықты? 6 шықты. Осымен сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп кетіңіздер.